Елімізде электр энергетикасы саласындағы баламалы және жаңартылатын электр энергиясының үлесі 2050 жылға қарай 50%-ға жетпек. Бұл туралы бүгін жасыл бизнесті дамыту форумында айтылды. Ресурстарды тиімді пайдалануға және жасыл энергетиканы дамытуға бағытталған бірқатар мәселелер осы жиында талқыланды. Сарапшылар жасыл экономиканың дамуына бизнес өкілдері де қарқынды үлес қоса алатындығын, бұл арқылы табиғи капиталды тұтынуды азайту және оны пайдалану тиімділігін арттыруға болатынын айтты. Сондай-ақ бұл бизнеске инвестицияларды ынталандыру қажет. Орталық Азиядағы экономикасы қарыштап дамыған елдердің бірі Қазақстан бұл мақсатты мүдірмей атқарады деген сенім білдірді сарапшылар. 1 шілдеден бастап ТМД елдері арасында елімізде тұңғыш рет парникті газдарды сату жүйесі өз жұмысын бастайды. Бірінші келісім жасал бірқатар компаниялар бір-біріне парникті газға арналған квотаны сатты. Сондай-ақ осы жылы бірқатар шаралар қолға алынбақ. Жаңартылған энергия жобаларын жасап, тарифін бекітеміз.